Ана білесіз бе, біздің мектепте жаратылыстану аптабы басталды. Жаратылыстану қандай тақырыптар? Жаратылыстануда жер ғаламшар планета тұр. Бізде қанша планета бар? Бізде 8 ғаламшар бар. Бізде 9 ғаламшар болған. Оның біреуі жер ғаламшардан шығып кетті. Оның шығып кетуінің себебі ол өте кішкентай болды. Және оның аты Плутон. Қандай ғаламшарды білесің? Ғаламшар 8 ғаламшар бар. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Енді бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Бір-бірінен Қандай ерекшеліктерін атап өтші. мысалы, Меркурий ол ең кішкентай ғаламшар. Ал ең дәу ғаламшар ол Сатурн, жоқ, Юпитер. Ең ыстық ғаламшар ол Шолпан. Ал ең суық ғаламшар ол Уран. Уран, Қалғандарының қандай ерекшеліктері бар? Қалғандарының Сатурнның мысалы сақинасы бар. Ай мен Марстың табиғи серіктері бар. Уран. Неге ыстық жаңағы сен айтқан? Негізі Меркурий ол күнге ең жақын ғаламшар, бірақ ол неге ең ыстық емес? Оның себебі Шолпан ол Меркурийдан қарағанда үлкенірек. Соның себебінен ол күннің энергиясын тез және қабылдайды ма? Яғни тез қабылдап, дұрыс қабылдайды. Ал Меркурий ол кішкентай ғаламшар болғаннан, Шолпанның қасында кішкентай болғанымен, соның себебінен ол ең ыстық ғаламшар қатарына жатпайды. Енді олар қалай орналасқан? Олар ішкі және сыртқы ғаламшар болып орналасқан. Ішкі ғаламшарларға кіші ғаламшарлар жатады, ал сыртқы ғаламшарларға алып ғаламшарлар жатады. Ішкі ғаламшарларды ішінде Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, ал сыртқы ғаламшарлар оларға Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жатады. Мысалы, Юпитер жер ғаламшарынан 10 есе үлкенірек, ал Сатурн ол 9 есе үлкенірек. Нептун мен Уран олар екеуі бірдей пішіндері бірдей болғаннан кейін екеуі де 4 есе үлкен. Енді жер қандай айырмашылығы бар басқа? Жерде басқа планеталарда тек су ғана бар, ауа ғана бар, топырақ ғана бар. Ал жер ғаламшарда тау, су, өсімдік, топырақ барлық зат бар. Сол үшін біз жер ғаламшарында тұрамыз. Біз басқа ғаламшарларда тіршілік ете алмаймыз. Өйткені ол жақта жер ғаламшары сияқты су, ауа бәрі жоқ емес. Бәрі бар емес. Ол жақта тек оның ішінде біреу-ақ. Мысалы, біреуінде, мысалы, Марста су ғана болса, біз ауа жұтамай өліп қалуымыз мүмкін. Мысалы, Юпитерде ауа ғана болса, су тамақ ішпей өліп қалуымыз мүмкін. Адамдар қалай жүр? Адамдардың жүруінің себебі ол бүкіл әлем бойынша тартылыс заңы бар. Ол тартылыс заңы болмаса, біз барлық ғаламшарлар соғылып, не істеп жүреміз. Тағы да тартылыс күші болмаса, біз адамдар, заттар, жануарлар, барлық нәрсе ұшып жүретін едік. Қандай қызықты мәліметтер білесің? Қызықты. Мысалы, жер ғаламшарында ауа қабаты бар. Ауа қабаты ол бізді жерді қабаттап тұрады. Ол бізді аспанда ұшып жүрген неше түрлі тастар, сондай нелерден қорғайды. Метеориттерден қорғайды. Ауа қабаты болмаса, жер ғаламшары 1 секундта жоқ болып кете алады. Ауа қабаты кез келген метеорит тастарды күйдіріп жібереді. Қазіргі уақытта ауа қабаты ол тесіліп жатыр. Оның тесілуінің себебі ғарышкерлер олар зымыранмен ұшып, Марс ғаламшарын зерттеуге ұшып барғанда бізден ауа қабатын теседі. Ол ауа қабатының тесілгенінің себебінен бізде қатты ыстық, қатты суық болып кетіп жатыр. Ауа райы өзгеріп жатыр. Молодец. 5 деген баға. Тайпет. Сау болыңыздар.